Дәл осы жерде сіздерге ұқсаған бақытты адамдар тұрады ғой, иншалла. Әдекеңдеріңізбен мына жерге. Бәрекелді. Бұл жер ағайындар бақыт, бата, тілек төгілген жер. Бұл тойдың сахнасы дүние жүзіндегі ең киелі сахна. Лондондағы ең үлкен сахнадан мына сахнамыз үлкен біз үшін. Осындай сахнаға шығып тұрғандарыңыз құтты болсын деп қояйын. Так, енді құрметті ағайын, бер қараңыздар бәріңіз. Өйткені тойдың төрінде тұрған оңай адамдар емес, Құдайға шүкір. Ал әдеке той құтты болсын. Алла нұры жаусын. Алла денсаулық берсін. Немере шөберелер жетектеп жүріңіз иншалла. Шөберен Аллахынан май жаласын. Құрметті ағайын, әдекеңе той құтты болсын деп келген адам болса, шапалақ ұрсын. 95% болды әдеке. Жоқ, 96 болды. 97. 100 болды. Бәрәсе солай болу керек. Жарайсыңдар, 100 болды. Алла нұры жаусын деп қояйын. Енді Малика апайды көрейін енді. Малика апай, өзіңізді көрейін енді. Сыйлап. Енді бар ғой, шапалақ ұрмай қалса сізден бірақ. Ол мен қатысым жоқ оған, вообще. Шашың қара, көзің қара, қастарың да қап-қара. Ей адамдар маған бір қара. Теңіздей боп тасатын, өсек сөзден қашатын, ынтымағы жарасқан арғындарын жасасың. Тарғал. Гаишник кеп отыр, гаишник. Тарғал. Нар жақта радар бар екен. Анақа барайын десем радар бар екен да. Қайтып кетті. Гаишниктер бар екен. Бұл, отырыңыздар. Отыр деген екен, отырса да бұл. Сен бұрсатын мамығандар. Отыр! Бұршқа тұрыңыз қойын қазір. Отыр! Құда болсаң өзіңе, әдегі бұрсып берсеңе. Ал ағайын! Мен шақырып, билеп келу керек, бір сұраққа жауап беру керек, сыйлықты алып кету керек. Бер ортаға әкеле беріңіздер, бер ортаға. Тойдан тобықтай, адамға бақ шыбымен де қонады деген сөз бар ағайын. Адамға бақ шыбымен де қонады. Орамал том болмайды, жол болады. Миллион кімге бұйырады бағдарламасы. Студияда мен Қадыр Нұрыдинов. Сәл жарнамадан соң арнадан алыстамаймыз ағайын. Яғни кім бар? Билеп шығатын бар ма? Кім бар? Ұл болсын, қыз болсын, шал болсын, кемпір болсын, қызық емес. Билеп шығатын кім бар? Кел. Билеп шығатын. Қой музыканы. Кел құдайға. Болды, жетеді бізге. Так, атыңыз кім? Өктем. Өктем? Еркеңіз, бәрекелді. Сен Өктем Заттыбек ұқсайды біздің. Молодец. Так, Өктемге бір шапалақ ұрыңыздаршы, құда ғой. Жаңа құда. Ал Өктем биді қатырдың, жарайсың. Енді бір сұрақ қоямыз. Сосын ана саған бере салап тапсаң. Оңай, орташа, қиын қандай болсын? Түсінбедім. Сен бір жерге отырсың. Миым айналып кетті саған қарай бер. Құрағын тартып қойым. Так. Оңай сұрақ қойын ба, орташа ба, қиын ба деп атырым. Оңай, орташа, қиын қандай болсын сұрағым. Оңай болсын ба? Молодец. Оңай болсын дейді ағайындар. Онда ең оңайын қояйын. Жыбырлап қойған бала кезде. Тұрсын орнында. Мынау не? Саусақ. Мынау не десем? Саусақ дейді. Өктем құда бала, молодец, жарайсың. Ойлан. Мынау не? Мынау не? Сәл басты істесің ба? Мынау не? Абайда! Сен даусың мұны жима шықпызды. Қаян жидің қыз екенсің сен? Өктем бай, кел абай. Молодец, жарайсың. Так, мынау не? Ойланшы, мынау не? Мынау не? Мынау саусақ дейді. Сіз шығыңызшы берке. Қойшы музыканы, қоймай қойды мұ, братла? Тұр осы еді, өктем, осы еді. Шоқ-шоқтара қойсай, шақшаманы.
көке, сәл артырыңыз бұл той. Так, сіз билеп шықпадыңыз, бара беріңіз. Шартты бұздыңыз. Шыңғы билеп шығу керек қой шарты. Так, кім бар? Мына жерде. Жаңа айқайлап жатқан қыз келді мына жерде. Сіз шығыңызшы бері. Молодец. Сонымен мынау не? Потолок. Өктембай, мынау потолок. Жарайсың, Беркен. Бірақ сен құда бала болғаның үшін құру қайтармаймыз. Так, сенің атың кім өзі? Дариға, көршілер ме? Мына Дариға жаңа сондай айқайлады. Потолок деп та. Тура мен енем дауысына ұқсайды екен. Ана кісінің қазір мен бір ғана құладым қазір. Так, сізге үлкен рахмет. Дариға хан, Беркеңіз, мына 500 теңгеден сатып жатырмын. Мынаны 1000 теңгеден сатып жатырмын. Осы 1000 теңгені сізге тегін бере салайын. Сенің бейіш екенін білгенде, ана бейіштер жаламайтын едік қой. 50-ден асқан соң әйелің мамаң болады деген рас екен ғой. Немене деп дамазаламасың? Бұл әлі қайда Снегурочка? Әлі 15-ке де толған жоқ. Атың кім сенің? Айгүл! Йо-майо! Менің алғашқы махаббатым аты Айгүл ғой. Молодец. Так, Айгүл, орташа оңай қиын қандай болсын? Сұрақта, орташа оңай қиын қандай болсын? Оңай. Оңай болсын ба? Құда оңайын таңдады. Мынау не? Мынау не? Жерді қояды. Мынау не десем, жерді қояды. Пазур. Ойлансай басыңды сет. Күшті басыңды. Мынау не? Пол деп қояды. Қошесің сөйлей берме. Билемейсің, қоймайсың. Өзі сен жүрсің, өзі бей ғой, мен шықсам болды ғой. Мынау не, білетін бар ма? Без бой сен алып тұрсың, молодец. Айгүлде шабыла бұрыңыздар. Айгүл, саған айтып қояйын. Мынау скутер. Гироскутер. Молодец, жарайсың. Атың Айгүл болған үшін саған. Ал енді мына бір соңғы сыйлық. Хрусталь ағайындар. Кімге бұйырады? Бағдарламасы. Мен телефоным бер енді. Ерғали, ана күрткен қалтасында. Так, нөмірімді айтайын. Жазып алыңыздар. Кім бірінші звондайды, соған беремін. Не дейді бұны? Не дейсің? Билеуге шайын. Билеуге? Кім билейміз? Қой музыка. Кім? Қой музыка бекеміз. Зор ғой. Мына қызбен билейтін еркек бар ма? Мына қызбен билейтін еркек бар ма? Ке? Ке, ереке берші. Шүт бер. О, шүт саған. Берші деп саған. Бар ма, еркек бар ма, еркек? Сен атың кім еді? Азиза? Ойбай, мұқын Азизалар жиып алыпсыңдар ғой. Бар ма, мужик? Шық бер. Азизаман билейтін бір мужик бар ма? Кім жеңіл соған берем, болды. Звондамайды ешкім. Ке. Ағайындар атынан ба? Атыңыз кім? Атыңыз кім? Бек Мырза. Бек Мырза, мынау не өзіңізге сеніп тұрсыз ба? Сіздің атыңыз Бек Мырза. Мына қыздың аты Азиза. Қайсыңыз жеңілістер курстарды берем. Не бойся, я с тобой. Қорқпа. Я могу просто так отдать. Не деді? Просто потанцуем и все. Гүлзина апай, не деді? Переводите, пожалуйста. Вы же меня знаете, я по-русски плохо понимаю. Вообще не понял. Білбеймін дейді ғой. Ей, жаным, білбеймін. Қой! Молодец. Енді дауысқа саламыз ағайындар. Сіз қай жақтан шығып тұрсыз мына кісі ағайындар? Құдаша. Бұл ағайын. Жоқ, бұл халық шешеді, мен шешпеймін, болды. Көреміз. Жеңіліп қалсам таяқ жесін айтып қалыңыз. Так. Жеңіліп қалсам, сен бетінен бір сүйімді қойсын. Қатырдым, я? Кетті! Я? Молодец, көреміз. Бол, бергеңдер. Ой, тұрмай. Дұрыс. Ташкеннің қыз екен көрініп тұр. Сіз де Ташкенненсіз ба?
Да? Бәрекелді. Да, землячка, да? Ташкент? Ташкентте де осындай қап-қара адамдар бар екен, ау, мен бәрі сақырап-сақырын аппақ деп ойлайтын едім, да? Сонымен ағайындар Бекмұрат деді. Бекмұрат, жеңді дейтіндер шапалау ұрсыншы, Бекмұрат үшін. 10 құдалар Бекмұратқа 80 120 балл, жаман емес, ұрзамын. 120 балл, керемет. Енді сізді көреміз. Енді саған енді 119 болып қалса менен емес. Бірақ сен де сен де қызға шапалау ұрмаған еркектің алақаныға 100 шықсын. Қарғай, мұнандай қызға шапалау ұрмаған еркектің алақаныға тізесіге 100 шықсын. Қатырды, енді қорқпай, 130 болатын шығар. Азизаға шапалақ! Бірақ ше, Құдайдан ше, сен жеңілуіңді тілеп тұрған едім мен. Неге дейсің ба? Сен жеңілсің, мен сенің бетіме сүйетін едім ғой. Аттың маған бұйырмады. Бүгінгі призді қызға табыс етіп қойыңыз.